Шоқан Уәлиханов мектебінде оқимын, 2-ші А сынып оқушысымын. Мен мектептің кітапханасынан осындай Эндерсон ертегілер деген кітабын алдым. Оның ішінен мен мынандай ертегіні таңдадым. Жабайы аққула деген мінекей. Мен ол ертегінің мазмұнын айтып беретін боламын. Ертеде бір патша болыпты. Оның 11 ұлы болыпты. Сосын жалғыз қыз болыпты. Оның аты Элиза болыпты. Сосын барып олардың аналары қайтыс болыпты. Сосын ол басқа әйелге үйленіпті. Сосын өгей шешесі 11 ұлын көре алмапты, жаман көре алмапты. Сосын барып оларды аққуға айналдырып жеріпті. Сосын ол өгей айналдырған соң аққуға, сосын олар кеш батқанда адамға айналады. Сосын Элиза ағаларын іздеп жатқанда кеш болады. Кеш батқанда ол бір өзеннің қасына барады. Сосын оның жанында бір аққуларды көреді. Неке, аспаннан ұшып жерге қонып жатқан. Сосын үстіндегі осындай аққулардың осындай корона болыпты. Сосын оларды жақындап қарайын деп жанына барған кезінде ол сүйікті ағалары болып шықты. Сосын ағалары қай жаққа барғанын бүкіл әңгімесін айтып берді. Элиза 11 ағаларын тапқан үшін өте қуанды. Сосын ол ұйықтап қалыпты. Сосын ол түске кірді. Түс көріп, оның түсінде перизат келді. Сосын перизат оған айтты: сен 11 ағаңа қалақайлардан көйлек тікті. Сосын оны ешкімге айтпа деді. Қалақайдан жасаған көйлектерді кисе, сенің 11 ағаларын адамға айналады. Сосын оны біреуге айтып қойсан, ағалары мәңгілікке аққу болып қала беретін болады деді. Сосын ол оған иә деді. Сосын ол қалақайларды жинап жүргенде, жинап болып қалақайларды неке. Сосын ол жолда жап-жас патшаны көреді. Сосын патша айтады: сұлу бой жеткен сен қайдан пайда болдың дейді. Сосын барып Элиза оған ештеңе де айтпайды. Өйткені перизат оған ешкімге де ештеңе айтпа деген. Сосын барып ол жауап берген жоқ. Сосын ол патша өзінің осындай замогына қонаққа шақырды. Сосын ол Элиза оған келісті. Сосын Элизаға бір комната берді. Комнатаның ішінде қалақайлардан көйлек тікті. Сосын патша күдіктенді де бас министрға хабарласты. Сосын олар Элизаны дарласуға айтты. Сосын Элиза таңертең келіп, бүкіл 11 көйлектерін алып, ағалары осы аспаннан ұшып келіп, осы жерге келген кезінде көйлектерді Элиза лақтырды. Сосын бірінен соң олар көйлектерді киіп шықты. Сосын олар 11 ағасына айналды. Сосын патша оған ұсыныс айтты: сен маған үйленесің бе деді. Сосын
Элиза ұсынысты қабылдады. Сосын олар үйленіп жақсы болып өмір сүрді.